Сәлеметсіздер ме көрермендер? Бүгін сіздермен Холоп фильміне шоу жасаймыз. Гриша Ресейдің ең бай адамдарының ұлдарының бірі. Атағына сай шіріген басшылықта өмір сүреді. Ол жүдә ерке, қатыгез және әрдайым ыңғайсыз жағдайларға тап болады. Себебі ешқашан істеген қылықтары үшін жауап бермейді. Ол өзіне және айналасындағыларға ешқандай пайдалы іс жасамайды. Күнін жай ғана ішу, қыдырумен өткізеді. Айрықша қыздарды сындырып, оларды қолданып кеткенді жақсы көреді. Сондай түндердің бірінде ол бір қызды үйіне алып бара жатып, қыз сенімен жатпаймын деген соң, оны көліне шарт бастап ары қарай басып бара жатыр еді. Қатты жылдамдықпен жүрген үшін полиция тоқтатады. Ол бәсеке келсек деп басқаларына істегендей пара бермекші болады. Бірақ капитан Семенов қызметіне адал жан болып, одан бас тартады. В чем себе не отказывай. Жігіт, алмасаң өзің біл, ал мен кеттім деп жүріп кетпекші болады. Семен оны тоқтатпақшы болып, алдына тұрып алады. Бірақ бұл жігітті тоқтатпайды. Аяушылығы жоқ жігіт капотқа жабысылған еркекті қала ортасында мазақ қылып айдап жүр. Кейінде оның әкесі Павел түрмеде отырғанның өзінде маған дұрыстап қызмет көрсетіңдер деп далбасалап, еркелеп тынған ұлына кепіл төлеп шығарып алу үшін полиция учаскесіне келеді. Шеф Павелге оның ұлы соңғы айларда яхта соғу, міне енді полицейлікті ауыр жарақаттармен ауруханаға жатқызған сияқты жасаған барлық бұзақылық қылмыстарын еске салады. Ұлы тым шектен шықты. Енді әкесі бір нәрсе істемесе, бұл жақсылыққа алып бармайды. Кепіл төлеген соң Павел ұлына ұрсып, жөнге келмесең бір жерінде кесіп алам деп қорқытады. Бірақ Гриша оған басын қатырмайды. Жігіт әкесіне оған еш нәрсе істей алмайтынын біледі. Қатты стресске берілген Павел дереу өзінің жатып жүрген әйелі телепродюсер Анастасияға келіп, одан кішкене болсын жұбаныш іздемек болады. Еркек, ұлым мен не істерін білмеймін. Тіпті оны армияға да жібере алмаймын. Өйткені оны жақында ғана шақырудан босаттым деп қапаланады. Сол мезетте Анастасия идея айтады. Мен кезінде бірге ужас кино түсірген бір еркекті білемін. Сол көмектесу мүмкін дейді. Оның әдістері біртүрлі болып көрінуі мүмкін. Бірақ айтайын, өте тиімді дейді. Еркек жарайды, кеттік соған дейді. Ол Лев Арнольдовичті біртүрлі үйде мойнына жіп ілініп асып тұрған жерінде көреді. Бірақ бұл фейк. Ол осы тәрізді өте шынайы спецэффектлерді жасауға бейімделген эксперт. Өтірік фейк саусағын кесіп тастағанда істеп еді, еркек көт ойнап қашып кетеді. Бірақ Анастасия Лев Гришаға не істеуге болатынын айтады. Естейік дейді. Кейіндеу бірнеше күннен кейін Гриша клубтан шыққанда оның машинасын алып кетіп бара жатқан көріп, артынан жүгіреді. Бірақ оны сол жерде атып ұйықтатады. Бірнеше сағаттан кейін ат қорасында біртүрлі киімде жатқан көреді. Сол жерде ат қараушы Артем келіп, не жатсыз, тұр, асауаттарды қолға үйрет, онда қожайын ашуланады дейді. Гриша не болып жатқанын түсінбейді. Кенеттен Авдей Михайлович есімді еркек келіп, құрып кеткір, не мынау жатсыз деп көтінен тебеді. Сол сәтте помещик Дмитрий Тимофеев пен оның ұлы Алексей Тимофеев келіп, Авдейге шапқы беріп, ал саба дейді. Дмитрий оған дәл қазір жылқылар дайында, онда бұдан да ауыр жазаға тартыласың деп бұйырады. Артем оны қайтадан ат қораға алып кетеді. Ерке жігіт айнадан атып шықса, ол 1860 жылдардағы крепостное право жойылмаған Ресейдің ауылдарының бәріне тап болғандай сезінеді. Жүгіріп жүріп, Гриша адамдардан телефон беріші, полиция шақыршы деп көмек сұрайды. Бірақ ешкім ондай нәрселерді білмейтін тәрізді. Ақыр айғанда ол ауылдың шетіне шығып, секіріп байқаусызда өзенге түсіп кетеді. Үсіп, ауылға қорғақ киімге оралғанда, оны Авдей ұстап алып, қашқан үшін дарға аспақ болады. Жолы болып, сол арада ол жерде Дмитрийдің қызы Аглая келіп қалып, әкесінен тұтқындарды босатшы. Қашанға шейін адам өлтіре береміз деп сұрайды. Бүгін қыздың туылған күні болғандықтан әкесі жарайды ал деп көніп, Гриша тірі қалады. Сол мезетте аспанда ұшып жүрген құсты байқаймыз. Сәлден соң ол ауыл шетіндегі бір ғимаратқа кіріп кетеді. Сөйтсе ол шынайы құс емес, бәрін видеоға түсіп жүрген дрон екен. Бұл бұрынғы заман емес, Гришаны дисциплинаға үйрету үшін Лев Арнольдович ойлап тапқан керемет идея. Әлбетте бұл арзан дүние емес. Әйткенмен, оның әкесі Павелдің ауқым қаражаты бар. Бұл проблема емес. Левке Анастасия көмектеседі. Әйел тарихи иллюзияны қателіксіз ұстап отыру үшін оның продюсерлік тәжірибесін қолданады. Қалада әр жерде, тіпті талдарда камералар жасырынып тұр. Оған қоса, бір нәрсе ойдағыдай болмаса, Гришаға транквилизатормен атуға дайын тұрған снайпер де тығылып тұр. Өзінің ұлын шынайы сабалап жатқан көрген Павел, бұның бәрі өзі дұрыс шешім болма деп ойланады. Лев оны бұл ұлың үшін жасалған қадам, уайымдама деп сабырға түсіреді. Артынша Лев пен Анастасияның ұрсын көріп, не болды деп еді? Лев оған, саған ол біз екеуміз кезінде хоррор фильмдерді бірге істедік деп еді ғой. Негізі ол кезінде екеуміз некеде болғанымызда айтқысы келген ғой дейді.
Гриша өзіне келе алмай, уақытын ат қорада өткізіп, қалай өткен шаққа тап болдым деп ойланып отқанда, мына жақта актерлерге келесі сценаның сценарийін таратып жатыр. Режиссер оларға әйелдер аяқтарын қыруға, еркектер беттерін құруға болмайды. Сондай-ақ мюзикалдер, іш киім, сырға мен жүзік сынды нәрселерге тыйым салынады. Алексей сценарийді алып, сюжет бойынша актерлік рөлден гөрі аттарға көп қарайтын қызы Лизамен келіп амандасады. Еркек сондай-ақ Аглаяның контрактісін көріп мазақ қылады. Сценаристер Лизаның сюжетке Гришаның ғашығы ретінде енгізгілері келеді. Демек, ол онымен жатып шығуы қажет. Бірақ әлбетте бұл Алексейге ұнамайды. Ол Лиза актриса ма жоқ, жезөкше ма деп ашуға беріледі. Мына жақта Гриша ауылдың қиын қасіреттерін басына өткере бастайды. Ол таң атпай тұру қажет. Ішінде еттен гөрі шыбындары көп жүретін сорпа ішуі. Ол өлердей қорқатын аттармен жұмыс жасауы. Орманды әжетхана ретінде қолдануы. Іш киімсіз шалбармен жүру керек. Ал әр құрмет көрсетпеген сәтте дүреден соққы алады. Жағдайы қиын. Бір күні Гриша жұмыстан бош жатқан кезінде ар жақтан Аглайдың жылаған даусын естиді. Қыз, әке мені бір бай шалға тұрмысқа бергісі келеді деп қайғысын айтады. Гриша қайғыңа ортақпын деудің орнына, "Ой, не істеп ойнайсың? Шал болса өледі. Есесіне байлықтың бәрі сенде қалады" дейді. Бірнеше күннен кейін Гриша тауық ұрлап Артемға сорпа жасайтын құралдарды алып пештеп, аяғында жұмыстың көп бөлігін істеген Артемға түк қалдырмай тамағының барлығын өзі жеп қояды. Авдей ұрлық жайлы естіп, кім істеді? Айтыңдар. Болмаса кездейсоқ біреуіңді жақсылап сабылайым деп шығады. Ашу Артемға түсіп, оны алып кетіп бара жатқан сәтінде Гриша оған ешқандай жанашырлық танытпай, үндемей отыра береді. Кейіндеу Артем келіп, негізінде кремер жасаған жарақаттарды міне қара деп көрсетеді. Бірақ маған бәрібір білесің бе деп Гриша басты сырғалма уайымдамасай деп сөйлесіп тұрған сәтінде арғы жақты Лизаның аттан секіріп, одан қазіргі заманда киетін іш киімді байқағандай болады. Тоқта деп ол қыздың артынан жүгіріп, оны жерге құлатып, оның іш киімін қайта көрмекші болады. Бірақ басқалар араласып, қыз қашып кетеді. Гришаның тәртібі ешқалай өзгермегенін байқаған Павел жобаны жауып тастағысы келеді. Бірақ олардың әңгімесін маңызды жаңалық бұзады. Гриша Лизадан кешірім сұрау үшін оны іздеп жүр екен. Ауыл тұрғындары алғашында оның әңгімесіне мән бермейді. Өйткені ол Лиза жайлы тіптен білмеу керек. Бірақ Лев бұл баланың тәрбиесіне жақсы жағынан әсер етуі мүмкін деп актерлерге оған қыздың қайда тұратын айтыңдар деп бұйырады. Гриша қолына шеге қалған ағаш ұстап тұрған Лизаға келіп кешірім сұрайды. Қыз кешірімін қабылдап, бірақ біразға дейін сенен аулақ жүремін деп ескертеді. Бірнеше күннен кейін жылдың ең ғажап түндерінің бірі саналатын дәстүрлі Иван Купола деп аталатын мейрамды тойлау басталады. Аңыз бойынша, осы түнді кіммен өткізсеңдер, сол адам сізбен мәңгі бақи қалады. Мерекеде Гриша әншілерді ламбаны әндетуді үйретіп, тұрғындарды арттана тізіп биге шақырады. Оларға қосылған Аглая жігітке, әлбетте режиссердің айтуымен, шалға тұрмысқа шығу мен үшін азап, бүгін өзенге барып батып өлем деп айтады. Артынан ерудің орнына ол Лизаға келіп, болашақтың технологиялар жайлы айтып еді. Қыз, сен шынымен де уақыт саяхатшы сияқтысың ғой деп сенгендей болады. Оған Артем келіп, Лизамен әңгімесін бөліп, доста, ар жақта өзен қасында Аглаяны көріпті деп есіне салады. Миша, иә деп жүгіріп, суға секіріп, қызды шығарып, үйіне алып барып тастамақшы болады. Бірақ қыз оған жармаса бастағанда, ол қызға мән бермей, оның орнына Лизаны іздеуге кетіп қалады. Қыз мерекеде жоқ, сөйтіп, оны үйіне аттанады. Ал ол жақта бәрі жылдам тығылып, қыз есікті ашады. Гриша, аңыздағыдай сенің қасыңа жатып, арманым орындалар ма екен, көрейінші дейді. Қыз тарс етіп есігін жаба салады. Ертесі Лев Лизаға келіп, енді сен бүгіннен бастап Мишаның жаңа ғашығының рөлін сомдайтын боласың дейді. Қызға бұл идея ұнамаса да келісіп, бірақ мен онымен ешқалай сүйіспеймін, жатпаймын деп әйткенмен, оның тәрбиесін жақсартуға атсалысым келеді дейді. Ал арғы жақта Лизаның жігіті Алексейге бұл әрекет тіптен жақпайды. Сөйтіп, көрілімде жаңа сюжеттік линия пайда болады. Алексейді қаланың ортасында өзін дворянтықпын деп шерифке тиісіп жатқанын көреміз. Бұл көріністе жеркенудің орнына Гриша әптен ішіптінді жақсы өткізген екен ғой деп қызығады. Бірақ Дмитрий оған менің балам жасаған бұзықшылықтың орнына сен жаза ала саласың ау дегеніне оның көңілге көдіне түсіп кетеді. Бірақ Дмитрий жаза алсаң саған бостандық пен жақсы тамақ береміз деп айтады. Жігіт келіседі. Бұл жолы жігіт алған тамағын өз жемей Артеммен бөліседі. Сол арада Лев пен Анастасияның бір-біріне деген сезімдері қайтадан ойна бастағандай болады. Павел, екеуің қайтадан қосыласыңдар ма дегенде Лев, "Жоға, ол қатын сені жақсы көреді ғой, не мына ойын" дейді. Еркек аң-таң болады. Өйткені ол әйел екеуінің қатынастары тек нәпсілік тұрғыда деп ойлаған еді. Ар жақта Гришаны жақсылап тұрып жазалап жатыр. Павел, "Жоқ, бұны көре алмаймын" деп сыртқа шығып кетеді.
Анастасия да келіп, қорықпа, Левтің жоспары ойдағыдай іске асып жатыр. Кезінде оның саусақты кескен түріге осылай маған темекі тастауға көмектескен деп сендіреді. Жаза біткен соң Гриша оған еркіндік беретін қағаз алуға помещиктің үйіне келеді. Үйде Дмитрий болмай шығады. Оның орнына іштегі Алексей оған кел-келдеп алып, жерге құлатып теуіп, сен таза ес-алаңсың деп бетіне түкіріп жібереді. Гриша орнынан атып тұрып, жігітті ұрғысы келеді. Бірақ Левтің өкінішіне орай өзін сабырға келтіріп, үндемей үйден шығып кетеді. Жігіт ары қарай ат қараушы болып жұмыс істеуді жалғастырады. Оған қоса Лизамен уақытты көптеп өткізеді. Сөйтіп оған ғашық болып қалады. Бір күні екеуі сыртта жүргенде аспаннан өте төмен бір түрлі траекториямен ұшып жүрген құсты көріп қалады. Бұл бір жері дұрыс істемей тұрған дрон. Продюсерлер ол құлап қалған жағдайда арнайы снайперді әзірлеп жатқанда Лиза, бұл құсты мен кішкентай кезінен білемін. Ол мен сақтап жүретін періштенбесек те болады деп ойын ауламақшы болады. Жолдар болып, дрон қайттан іске қосылып, снайпердің керегі болмай қалады. Сол арада мына жақта Алексей мен Аглая сюжет ойдағыдай болмай қалғанына қапаланып отыр. Аглая басты рөлге Лиза шыққанына жынданып отыр. Алексей болса, оның қызы Гришаның қасына жүргеніне ашулы. Кейінде кездесіп өтіп бара жатқан Лиза мен Гриша әлгі екеуінің махаббатпен айналып жатқанын көріп қалады. Лиза оның жігіті басқа қызбен жатқан көріп аузы ашылып қалады. Гриша болса, немене, екеуі ағалы қарындас едіңдер ғой, бұл не деп таң қалады. Бұл жайтты білген Лев Алексей мен Аглаяны жұмыстан шығарады. Көңіл күй түсіп кеткен Лизаның көңілін аулау үшін Гриша оның көзін жауып, атқораға алып келіп, ол жерге арнайы шам жағып, әдем тағам дайындап, кеттік, жеп алайық деп шақырады. Артынша екеуі жұлдыздарға қарап жатып, шынымды айтсам, мен еркін адам болғанымда саған үйленер едім дейді. Оған қоса, маған еркіндік беретін документті ала алмағанымда ұрып тастағым келді. Бірақ оған қарап, өзімді көргендей болғандықтан бұл қадамдан бас тарттым дейді. Жігіттің жақсы жаққа өзгерген байқаған Лиза оны сүйіп алады. Сол арада шынайы өмірде жұмыстан шығып кеткен Аглая ток-шоуда әлемге Гришаны ұрып, айдалаға барып, ойларына келген істеп жатыр деп жар салады. Сөйтіп бұл іске полиция қосылады. Павел жаңалықты естіп, паникаға беріліп, бұл жобаны полиция келмей тұрып, тезірек жауып тастауымыз қажет деп айтады. Бірақ Лев, бізді Гришаны оны жақсы адамға айналдыратын соңғы бір ерлік әрекетін жасатуға әлі уақыт бар деп көндіреді. Гришаның тарих жайлы қақпайтынын түсініп, олар ауылға басып кіретін монғолдарды жіберейік деп шешеді. Ары жақта Лиза Гришаға, егер бір нәрсе болып, екеуміз көрісе алмайтындай болып қалсақ, біле жүр, бұның барлығы мен үшін шынайы деп оймен бөліседі. Ол жерге Артем жүгіріп келіп, кеттік ауылға, бізге монғолдар шабуылдады деп көзін жыртып тұрып айқайлайды. Бұған әлбетте сеніп қалған Гриша, қуасыңдар ма? Олардың көзіне көрінбей кеттік, басқа жолмен қашып кетейік дейді. Сол арада Лев Артемге құлағындағы құрылғы арқылы ауылға барлық жұмысшылар оралмаса, олар ауылды жағып жібереміз деп ескертті деп айтқызады. Ауылдағылар монғолдарға жақсылап дастархан жайып қояды. Бірақ олардың көсемі, маған қатын керек деп көпшіліктің арасынан бір қызды жұлып алады. Бірақ қыздың әкесі әкетпеңдер деп атып шығады. Монғолдар батылдықты құрметтейтін болғандықтан, қызыңа еркіндік сыйлаған келсе, біздің әскерлердің бірімен шайқасқа түс деп шақырады. Әкесі тартысқа түседі. Бірақ өкінішке орай жеңіліске ұшырап, басынан айырылады. Бірақ бұл жанпидалық қызын босатуға мүмкіндік береді. Көсем таңдаған келесі қыз бұл Лиза. Бірақ ол Гришаны қанша көмекке шақырса да, ол құйрығын көтіне тығып, қорқып кетіп қалады. Планның іске аспай қалған көрген Павел болды. Ары жақта полиция келе жатыр, бәрін жабайық деп шығады. Бірақ Лев жігітке сенгендіктен сәл күте тұрайық дейді. Гриша аспаннан өтіп бара жатқан дрон құсты көріп, бәлкім бұл періштенің белгісі шығар деп қайта оралып, парызын орындамақшы болады. Атқа отырып алып, қолына бір таяқ ұстап, монғолдарға бас бұрып, барлығын ұрып жығып, қызды өзіне мінгізіп алып, қашып кетеді. Олар кете салысымен сілім орнына полиция келіп жетеді. Бұның Гриша көрмегендіктен Павел, Анастасия мен Лев біз жай ғана кино түсіріп жатырық. Ешқандай зорлық зомбылық жоқ деп құлақтарына тебе салады. Офицер айтқандарына сеніп кетіп қалады. Сол арада Гриша мен Лиза орманға шауып, қала шетіндегі жанармай бекетінен шығады. Гришаның миы істемей қалады. Лиза оған барлығын түсіндірмекші болады. Бірақ сол сәтте снайпер оған ұйықтататын оқ атып талдырып тастайды. Кейін кадрдың артындағы дауыстан Павел баласына: "Сен комада болдың, ал сен далбас алып жатқан ауыл Лиза ешқашан болмаған" деп құлағынан тепкенін байқаймыз. Гриша өзінің әдеттегі ішу, билеу, көңіл көтеріс өміріне оралғысы келеді. Бірақ түк шықпайды. Жігіттің көзқарасы өзгеріп кеткендей.
Тіптен кезінде оны бамперіне отқызып айдаған капитан Сүменовке кешірім ретінде өзінің көлігін сыйға тартып жібереді. Кейін клубта отырған сәтінде ол Алексей мен Аглаяны көріп қалып, олардан Элиза жайлы сұрастырмақшы болып, бірақ олар жоқ, біз білмейміз деп тірі жаса болады. Гриша, кешіріңіздер деп, оның қаншалықты көңілсіз екендігін байқаймыз. Сондықтан актерлер оны аяп, оған кішкене болсын ақпарат берейік деп шығады. Келесі күні олар Гришаны продюсерлер жоба үшін аттарды жалға алған ранчоға алып келеді. Сол жерде Элиза да істейді екен. Қызға келіп, одан сен ауылда бұл мен үшін шынайы болды деп айтқанда, мені алдаған жоқсың ба деп сұрайды. Қыз, мен шындығымды айттым деп, екеуі сүйісіп, сезімдерін білдіреді. Кейін Гришаның Элизаны өзінің әкесінің Анастасиямен үйлену тойына алып келіп, Павелге, әкетай, мені әлгі қуып кеткен жобаға кіргізген үшін рахмет. Бұл мені шынымен де жақсы адамға айналдырды деп айтады. Содан бастап, әлгі жобаға шіріген еркетай жігіттерді алып келіп тұратын болады. Ал Гриша оларды түзу жолға түсуге көмектесетін актерлердің біріне айналады. Достар, кино ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.